бұйыртса холодец жасаймын. Холодецті мен деген неден жасаймын? Бас шеке, сиырдың бір шекесі, содан холодец. Негізі бастан жақсы шығады. Суым дайын тұр. Мен суымды құйып қойдым. Басты жуып аламыз. Бірінші. Жуып салдым. Басты сәл батпай тұр. Кішкене қайнағаннан кейін мына бетін ауыстырамыз. Қайнағаннан кейін мына бетін. Қазір тұз бұрышын салам. Мына басты бір қайнатып төгіп алам. Сосын келесі уже таза су құямын да холодеске дайындаймын уже. Холодеске қайнатам суды да дайындауға. Қазір бір қайнатып төгіп алам. Себебі лас нелері бар бойында. Сөйтіп істеп аламыз. Так, әбден езіп піскен. Мана қап-қатты болатқан сіңірлері, міне бастан шыққан ет. Ішінде еттері бар, арасында да негізі бар ғой. Холодесті сиырдың басынан қайнатқан жақсы да. Өзім сол ұнайды. Сосын жігітіме мынау көзі ғой, көзінің түсі да. Көзді алып тастасақ та болады, негізі қоспайды. Кейбір адамдар көз жақсы көреді ғой, мысалы да. Мысалы мен көз жақсы көрмеймін, алып тастаймын. Мен жігітім холодес қылмай-ақ қойшы дейді. Мынаны осыны былай кесіп жей берейінші дейді. Сол үшін мен холодес қылмаймын. Былай енді мына сорпасынан холодес шығады ғой, бұйырса, осыны қатырып қоям сорпасында. Енді мынаны былай кесіп, өзі арасында еті бар ғой, етті да, соны былай жей берем дейді. Міне мынаны кәдімгідей езіліп піскен ғой, міне. Тыққанда дейді, сразу не істер. Осы мен бастан қайнатқан холодесім. Бұл холодес пісті ғой, енді мен бұны сүзіп алайын тұрмын. Сүзіп алам. Жігітім мынаны осылай жейм дейді, сіңірімен де. Негізі сіңірімен жеген жақсы, себебі пайдалы ғой, жалпыда негізі де. Міне сорпасы, мына ет қала берсін, соңыра арасына етті қосып жіберем да, мынаны сорпасын холодес қылып тастаймын. Қатырыпты. Ал мынаны не істеймін? Мынаны былай күйеуім жей береді да. Мынаны суығаннан кейін. Холодесімді кесейін, кішкене қатты. Өзіміз кесіп жүрді деп. Арасы мен андай алды. Сіңірі ғой, уже қатып тұр да. Мынаны бір қайнатып тағы не істеп алса. Жібейден, мына жетті. Арасында ет бар. Нағыз коллаген. Коллаген деп осыны айтуға болады. Натуральный коллаген.